Қайырлы күн, достар. Сіздермен бүгін мен бауырдан жасалынатын керемет торттың рецептімен бөліскім келіп тұр. Жасалуы өте оңай, бірақ дәмі деген керемет тіл үйретін болады. Сіздермен бірге болатын мен Тұрсынай. Видеоны соңына дейін көріп, баға беріңіздер. Ең алдымен осындай тазартылып жуылған бауырымызды майдалап турап алатын боламыз. Ұсақ бөлікке бөлінген бауырларымызды осылай блендердің көмегімен өте майда қылып езетін боламыз. Егер қаласаңыз, ет тартқыштан да өткізуге болады. Қыздар, міне бар жоғы 2 минутта біздің блендеріміз бауырымыз осылай өте майда қылып езіп берді. Қыздар, енді келесі біз бөлек ыдысқа жылы сүтімізге 2 жұмыртқамызды қосып, және де 2 ас қасық сұйық майымызды, тұз, бұрыш бәрін қосып жақсылап араластыратын боламыз. Қыздар, міне енді ұнымызды салып, ешқандай миксерсіз, тағы да венчиктің көмегімен араластырып шығатын боламыз. Ешқандай түйіршік болмауы маңызды. Дәл осы массамызға блендердің көмегімен өткізілген бауырымызды қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Қыздар, міне видеода көрсетілгенде біздің қамырымыз осындай болуы керек. Қыздар, міне табамызды орташа отқа қойып қыздырып алғаннан кейін бетіне май жағып аламыз. Бауырдың әр қабатын істеген сайын осылай табамызды майлап тұрамыз. Міне осылай табамызға бауырымызды құйып, блины жасаған сияқты бәрін жеке-жеке пісіріп шығамыз. Қамырымызды табада ұзақ ұстамаймыз. 2-3 минуттан кейін аударып келесі бетін пісіріп аламыз. Достар, міне біздің бауырдан жасалған корждарымыз дайын. Ал енді қыздар, салмасын дайындайтын боламыз. Сәбізімізді терканың ең майдасынан өткізіп аламыз. Міне мен видеода көрсетілгендей етіп, өте майда ұсақ болу керек. Ал пиязымызды 4 бұрышты майдалап турап алып, қызып тұрған табада жақсылап қуырып. Енді үстіне сәбізімізді салатын боламыз. Татымына қарай тұз, бұрыш бәрін салып, тағы да жақсылап араластырып, үстіне жарты стакан су құйып, 15 минутқа бұқтырып қоятын боламыз. Қыздар, енді соусын дайындайтын боламыз. Сол үшін майонезге чеснокты престе майдалап өткізіп араластырамыз. Енді қыздар, корждарымыз жинайтын боламыз. Сол үшін әр бауырды қойған сайын арасына майонезімізді және салмамызды салып, жағып шығатын боламыз. Достар, міне сіздермен жасалған бауырдан жасалған тортымыз осымен дайын. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге дайындағандарым үшін сіздерге көп рахмет. Менің каналыма жазылып қойыңыздар, және де лайк басып, комментарий жазыңыздар. Келесі кездескенше.